Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз хит болған вупи пай тортын пісіреміз. Ол үшін осылай 4 жұмыртқаны жағып, миксерлейміз. Миксерден ажыратпай, жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз. Сосын жақсылап миксермен араластырамыз. Қант жұмыртқаның ішінде әбден ерігеннен кейін, дайын тұрған сары майымыздың үстіне шоколадымызды саламыз. Сары май мен шоколадты су моншасына қойып, осылай ертіп аламыз. Жаңағы жұмыртқамыз бен қантымыздың үстіне еріген шоколадымызды құямыз. Және тағы да оларды жақсылап миксермен араластырамыз. Одан кейін разъединителімізді алып, ұнымыздың үстіне қосамыз. Және елекке бірінші какаоны саламыз, және ұнның жартысын саламыз да електен өткіземіз. Барлық құрғақ ингредиенттерді бірге барлығын електен осылай өткізіп аламыз. Одан кейін миксермен араластырып, вупи пайымыздың тестосын дайын. Одан кейін мен осылай 4 пергамент қағазын қиып алдым. Және 24 дециметрге осылай кальционды ашып, оған осылай дайын тұрған тестімді жағып алдым. Осылай дөңгелекті мен сызып, ручкамен сызып отырмай, осылай үстіне басып шықтым. Сіздерге де лайфхак. Одан кейін осылай лопатканың көмегімен пергаментіміздің үстіне тестімізді салып, осылай жайып шығамыз. Дайын болған тестілерімізді пешке жіберіп, одан кейін кремімізді дайындаймыз. Құрғақ ыдысымыздың ішіне сливкемізді құямыз және оны жай скорості миксерлейміз. Одан кейін қантын тағын саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін творожный сырымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін маскарпоне сырын саламыз. Оны да жақсылап араластырып алып, жоғары скоросқа күшейтеміз. Одан кейін миксеріміздің осылай қатты болып айналуы қиынсыған кезінде миксерімізді тоқтатамыз, яғни креміміз дайын болды деген сөз. Одан кейін осылай креміміздің қапшығын
осындай қаймақтың шелегіне немесе үлкен бір бокалға қойып аламыз. Одан кейін кремімізді осылай салып аламыз. Яғни осындай қаймақтың шелегіне немесе үлкен бір бокалға қапшығымызды салсақ, өте ыңғайлы болады. Одан кейін дайын болған кремімізді осылай подложканың үстіне кішкене жағып аламыз. Әйтпесе тестіміз подложканың үстіне сырғып кетуі мүмкін. Одан кейін бірінші осылай вупи-пайдың шариктерін шығарып аламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей істесеңіздер, торттарыңыз өте әдемі, жақсы болып шығады. Міне тортымыз өте әдемі болып дайын болды. Енді жаңағы кремімізден қалған кремге қызыл түс қойып, тортымыздың бетін әрлеуге дайындаймыз. Тортымыздың бетіне ерітілген шоколадты құйып аламыз. Қанша шоколадты еріту керектігін барлығын видео астында көрсетемін. Бұл шоколадты да яғни су моншасында ерітіп алдым. Тортымызды холодильникке 5 минутқа қойып алғаннан кейін жаңағы дайындаған кремімізді осылай гүл тәріздес әрлейміз. Видеода дайындалған вупи-пай торты сіздерге ұнады деп ойлаймын. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айданай.